Алматыда қызметкері ішімдік ішіп ұйықтап қалып, бір күнде Ғаламтордың жұлдызына айналған 151-ші мектептің басынан дауарылмай тұр. Аталмыш оқу ордасында басталған комиссия тексерісінің нәтижесімен танысуға барған тілшілеріміз тағы бір сорақ жайттың куәсі болды. Түсіру тобын қаумалап алған бір топ оқушы ай сайын мектеп қорына қанша ақшадан жинайтындарын айтып берді. Алайда сүттен ақ судан тазамыз деген мектеп басшылығы өздеріне шаң жуытар емес. Алматыдағы нөмірі 151-ші мектепте 2 аптадан бері тыныштық жоқ. Шаруашылық жөндегі меңгерушінің оқу ошағының ішінде ұйқыға басқан әшкере болғалы, басқармадан жіберілген комиссия жаппай тексеруді бастаған. Завхоз пьяный. Дәке, не ұйықтап тұрсаш? Тұрсаш, дәке. Алайда комиссияның нендей қорытындыға келген әлі белгісіз. Анығы Ғаламтордың жұлдызына айналған қызметкер жайбарақат жұмысын жалғастырып жүр. Тіпті оның әрекеті ең болмағанда тәртіпті кеңесте де қаралмауы мүмкін екен. Работает до сих пор, да? Пока да. Пока заявление никто не писал. Жалпы бұл мектеп қабырғасында тіркелген алғашқы жағдай емес. Бұның алдында сабақтан кешіккен оқушыға орындық көтертіп жазалаған үшін бір мұғалім жұмыстан шыққан. Ал соңғысында балаларды этикаға сай емес балағаттайтын мектеп директорының әңгімесін оқушылардың өздері ұялы телефонға түсіріп алған. Квартира алып беріп едіңіз, әкімге келіп біздің жағдайымызды айтып, жалғыз басты аналар, үйлері жоқ деп, біздің жағдайымызды, халықтың жағдайын жасап жатырсыз ба? Ал ең қызығы басы дауға қалған мектепке барғанымызда түсіру тобын қаумалап қарсы алған бір топ оқушы мектептің басқа да құпиясын жасырмай жайып салды. Оқушылардың сөздерінше мектеп әкімшілігі сынып қорына деп басқа да себептерге ақша жинататын көрінеді. Алайда аудандық білім бөлімдегілер бұл жағдайдан мүлдем бейхабар екен. Бірнеше рет жиналыстар өткізді. Болмайды, тыйым салынады деген. Және бірнеше рет мектеп басшылары да босатылып жатыр осы үшін. Оның бәрі жақсы біледі. Ол енді анықтаймыз біз. Қысқасы басқармадан барған комиссияның тексерісі жақын күндер аяқталмақ. Егер айтылған жайттар анықталса, аяғы асты ауырып қалған мектеп директоры жұмысқа шыққан бетте қызметімен қош айтысуы мүмкін. Мақсат Толықбай, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.